Түрік тәттісі пақлава дайындаймыз. 100 грамм еріген сары май, 1 жұмыртқа, 2 ас қасық йогурт, кішкене тұз, 10 грамм қопсытқыш, 1 ас қасық сірке суы, 50 мл сүт, 50 мл су. Жақсылап араластырамыз. Иі қанған қамырды 15 минутқа демалтамыз. Қамырды өлшеп, шыққан санына теңге бөлеміз. Менде 80 граммнан алынды. Қамырды тек кукуруза крахмалына жаямыз. Қамыр өте жұқа жайылу керек. Және қамырдың астындағы зат көрініп тұру керек. Жайылған қамырды теңегеге бөліп, біріншісін астыңғы қабатына жібереміз. Ортасына сақталған жаңғақ саламыз. Бетіне жайманың қалғанын жақсылап жайып шығамыз. Пышақпен шеттерін тегістеп шығамыз. Өз қалағаныңыздай формада кесіңіз. Үстіне 100 грамм ерітілген сармай құйып, 180 градуста пісіреміз. Енді сироп дайындаймыз. 3 стакан суға 2 стакан қант саламыз. Сиропта кристалл болмас үшін лимон сығынысын қосамыз. Үстіне сиропты құйып шығамыз. Және фисташкамен әрлеңіз. Дайын пақлаваны дәміне келу үшін 1 сағатқа қойыңыз. Егер рецепт ұнаса, лайк қойып пікір қалдырыңыз.